халықты мал сияқты кинозалға айдап апарамыз деп ойламаңдар. Журналист Мөлдір Мұханның фильмін үгіттегендер туралы. Танымал журналист Кәмшат Тасболат аты шулы Мөлдір Мұханның фильмін көруге шақырған Құралай ханым туралы ойын ортаға салды. Ол халыққа манипуляция жасалып жатқанын ашық айтты. Бұл туралы skifnews.kz ақпарат агенттігі хабарлайды. Бұл туралы ол желідегі парақшасында мәлімдеді. Достар, анау «Шай в большом городе» деген фильмге адам тарту үшін неше түрлі манипуляцияның жасалып жатқанын көріп отырмыз. Бірақ анау Құралай ханымның қолынан түк келмейтін, бітірген дымы жоқ, сыншы диван батырлар отанымды жемей, 3000 теңгеге зарламай, барып қолдаңдар Мөлдірді деген сөзіне құқықтық баға беріле ме? Заң аясында шара қолданыла ма? Отан деген қастерлі ұғымды қорлап, әдетте боқтағанда айтылатын сөздің орнына қолдану құқықтық, этикалық тұрғыдан дұрыс па? Қай орысты көрдің? Родина сөзін қорлаған. Ағылшын бар ма? Homeland, country сөзін қорлаған. Отаның ұнамай ма? Кім ұстап тұр? Қазір қоғам белсенділері фильмге бойкот жариялап жатыр екен. Бұл жерде Құралай ханымның мынадан кейін ханым дегенге ауыз бармайды екен. Әдетте ханым сөзі мәдениетті, әдепті адамға айтылады ғой. Сөзіне құқықтық баға беріліп, боғауыз сөздің мағынасында отан сөзін қыстырып, қорлағаны үшін әкімшілік құқық бұзушылық кодексіне сәйкес тиісті айыппұлын төлеп, ресми кешірім сұрауы керек. Мәселен, өткен жылы елімізде боқтанған 8000-нан астам адам әкімшілік жазаға тартылып, 70 000 теңге айыппұлын төлепті. Бұл жерде өзін коучпын, танымалмын деп отырған мына әйелді де басқаларға сабақ болу үшін айыппұлмен жазалау керек емес пе? Тіпті бұл айыппұл миллион болса да, отан алдындағы күнәсін жаппайды. Кино түсіре алмайсыңдар ма? Халықты қорлап, мал сияқты кинозалға манипуляциямен айдап апарамыз деп ойламаңдар. Кәсіби режиссер Ермек Тұрсыновтың жылайтынындай да бар ғой. Кино жанры сол Анандидің ар жақ бер жағы боп тұр. Жақсы киноға жарнамасыз барады. Ақша үшін бірде түрлі гифтер ұйымдастырып, бірде психологиялық тренингтер өткізіп, Фигаро анда, Фигаро мұнда болып жүргендер, нағыз түк бітірмегендер, бір саланың маманы болмай, 10 салада ақша үшін жүгірудің түбі денсаулыққа да, болашаққа да кері әсерін тигізеді. Халыққа дөрекі сөйлейтіндер заң аясында жауап берсін, деп жазды журналист. Бұл жағдайдың осынша ушығып кетуі қоғамның эмоциялық тұрғыдан қатты шаршағанын көрсеткен сияқты. Кәмшат Тасболаттың пікірін оқығанда ең бірінші көзге түсетіні мәселе фильмде емес, оны қолдауға шақыру жолында айтылған сөздердің дөрекілігі. Отан сияқты қастерлі ұғымды кез келген контекстке қолдана беруге болмайтыны рас. Қандай жарнама, қандай ниет болса да, ұлттық құндылықты тіл тигізетін тіркестермен байланыстырмау әрқайсымыздың жауапкершілігіміз. Адамдар дәл осы тұсына шамданғаны да түсінікті. Жалпы шығарманы насихаттау үшін халыққа ауыр тиетін сөз айту нәтиже беретін әдіс емес деп ойлаймын. Пікір алуандығы бар, талғамы әртүрлі қоғамда сын да, мақтау да қатар жүреді. Бір адам фильмді қолдайды, екіншісі ұнатпайды. Бұл қалыпты жағдай. Бірақ жеке тұлғаны, тіпті тұтас аудиторияны қорлау арқылы манипуляция жасау дұрыс емес. Сондықтан бұндай мәлімдемелерге құқықтық немесе моральдық баға беруді сұрағандар көбейіп жатса, оны да түсінуге болады. Бастысы дау жанжалда емес, сабырлы диалогта шешілсе екен.